Дәл қазір мен Қытайдың оңтүстік шығысында Бумбу қаласы маңындамын. Менің айналамда осы жылдың соңғы шабындығына дайын тұрған 6500 гектар жоңышқа бар. Жоңышқа ауыл шаруашылығы жануарлары үшін бірден-бір құнарлы шөп, сол себепті жақын маңда үлкен шаруашылық бар деп жорамалдауға болады. Қытайдағы ең үлкен сүт өндіру фермасы, заманауи сүт фермасы, Қытай Бэнбу аймағы. Біз болған шабындықтан 5 километр аумақта Қытайдағы ең үлкен заманауи сүт өндіру фермасы бар. Мен қазір киімімді ауыстырып, осы фермаға кіріп, Қытайдағы ең ірі, ең көлемді және ең сапалы сүт өнімдері қайдан алынатынын білуге тырысамын. Дәл қазір мен бұл сүт фермасындағы 26 сиыр қораларының біріндемін. Бұл жерде сүтті сиырлар демалады, тамақтанады. Бұл сауынды сиырларға арналған қора. Мұнда негізінен 2 жас және одан сәл жоғары сиырлар бар. Бұл 2 қатарлы тамақ беру залы 300 метрге созылған. Мұнда барлығы 38 000 сиыр тамақтанады және ұйықтайды. Сәлем, сен мұнда не істеп жатсың? Сәлем, мен ТМР сапасын тексеріп жатырмын. Ал ТМР деген не? ТМР бұл жоңышқа, силос, жүгері, таблеткалар және тағы да басқа ингредиенттердің қоспасы. Бұрынғы ауылдан сүт жинайтын қытайлық сүт өңдеу цехтарынан айырмашылығы, бұл ферма кең көлемді жайылымға ие, өзінің сиырларынан ғана сүт алады. Мұның бәрі сиырларға жақсы жағдай жасау үшін. Қалай сау керек екенін маған көрсетесің бе? Әрине, бір қолыңызбен түтікшені ұстап, екінші қолыңызбен түймешені басыңыз. Міне керемет, мен түсіндім. Сонымен дәл осындай сиыр күніне қанша литр сүт береді? Ең сүтті мол беретін мезгілде әрқайсысынан 50-60 килограмм сүт алынады. Сиырма, бір күнде, сонда күніне неше рет? 3 рет, таңертең, түсте және кешкі мезгілде. Бұл залда дәл осындай айналмалы 8 аппарат бар. Олардың әрқайсысы бір мезгілде 80 сиыр сауып, тәулік бойы жұмыс істей алады. Бұл жерде 20 000-нан астам сиыр саулады. Бұл дегеніміз мұнда күніне 650 тонна сүт. Енді мынау жаңа автоматты технология арқылы конвейер сүт жеткізуді адам сенгісіз жылдамдықта жасайды. Ең алдымен бұл бактериялардың көбеюін азайтып, сүттің құнарлылығын максималды сақтайды. Қытай сүт өндіру ассоциациясы мәліметіне сүйенсек, 2018 жылы Қытайда 31 миллион тонна сүт өндірілген. Бұл Қытайды әлемдік рейтингте 6-шы орынға жайғастырады. Алдыңғы қатарда Индия, Еуропа елдері және Америка құрама штаттары. 1949 жылдан 2018 жыл аралығында Қытайда шикі сүт өндіру 200 000 тоннадан 31 миллион тоннаға өсті, яғни өсім 145 есе. 1995 және 2010 жылдар аралығында қала халқының сүт өнімдерін тұтынуы 4 есеге артқан, ауыл халқымен салыстырғанда 6 есеге артты. Өмір сүру сапасы артқан сайын қытайлықтардың сүт өнімдерін тұтыну көлемі де артып келеді. 2017 жылы жан басына шаққанда сүт өнімдерін тұтыну көлемі 20,3 килограммды көрсетсе, бұл көрсеткіш 2015 жылы бар болғаны 8,8 килограмм еді. Алайда бұл сүт өнімдерінің сапасы тұтынушылардың алаңдаушылығын тудыруда. Сүтті лабораторияға тексеруге жібереміз. Тест қорытындысы дайын болды ма? Сен берген сүт қорытындысы жасалды. Сонымен тексерісте қандай стандарт? Біз сүттегі түрлі ингредиенттерді тексереміз. Майын, ақуызын, энергетикалық құндылығын. Ал индексі қалай? Мысалға, майлылығы 3,4 граммнан аспауы керек. Ақуыздар 3,112 граммнан. Ал энергетикалық құндылығы 6,4 пен 6,8 аралығында болғаны жөн.
Дәл осындай үлкен фермалар Қытайда жылдам өсуде. Сонымен қатар жем-шөп сапасы мен әзірленуі жақсаруда. Бұл сүт сапасына әсер ететіні сөзсіз. 1,4 миллиард адамды тамақтандырғанда бір стакан сапалы сүттен артық не бар? Құрметті көрермен, бұл видеоға лайк басып, өз ойларыңызды комментарияға жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған және аударған Сарыбай Нұрғиса Қыдырбайұлы, ғылым және ауыл арнасы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.